Сәлем достар, біз бүгін сәби рефлекстері туралы айтатын боламыз. Баладағы рефлекстер бұл баланың туған сәтінен бастап оның денесі мен жүйке жүйесінің дамуына көмектесетін автоматты және бейсаналы түрде қайтаратын жауаптары. Бірінші сору рефлексі бұл ең ерте дамитын баладағы рефлекстің түрі, яғни анасының құрсағында жатқан кезде дамып бастайды. 30-34 аптадан бастап байқалады. Мысалы, ультрадыбыстық зерттеу кезінде нәресте бас бармағын сорып жатқан кездестіруге болады. Ары қарай бала туылғаннан кейінде бұл рефлекс жалғасады. Негізінде сору рефлексі бала үшін өте маңызды рөл атқарады. Өйткені балаға емуді, тамақтануды үйретеді. Одан бөлек бала саусағын, немесе жұдырығын, немесе бетіне қандай да бір зат тигенде, ернінің айналасына қандай да бір зат жақындағанда оны соруы осы рефлекстің айқын сипаттамасы. Бұл бірнеше айға созылады және уақытылы жойылуы керек. Екінші моро рефлексі. Бұл баланың қатты дыбысқа, қатты қозғалысқа қорқынышпен жауап беруі. Алғашқы 3-4 айына дейін айқын байқалатын болады, әрі қарай 5-6 айынан бастап жайлап жойылады. Үшінші ұстау рефлексі. Бұл баланың алақанын ашқан кезде, қандай да бір зат, немесе өзіңіздің саусағыңызды қойған кезде, қолына тигізген кезде автоматты түрде оның алақанының түйілуі, яғни қысып ұстап алуы. Бұл осы рефлекс түріне жатады. Ұстау рефлексі баланың алғашқы айларында өте айқын көрінеді, әрі қарай 4-5 айынан бастап бұл жайлап жойыла бастайды. Төртінші бабинский рефлексі. Бұл баланың табанын саусағыңызбен түрткен кезде, немесе осындай сызық жүргізген кезде бала башпайларын осылай жинап алуы, немесе башпайларының арасын кеңейтіп ашып, аяғының ұшын көтеруі. Бұл бабинский рефлексі бала туылғаннан кейін 6 айынан бастап 12 ай аралығында жалғасады. Бесінші рефлекс түрі асимметриялы мойын тоникалық рефлексі. Бұл баланың басын бір жаққа бұрғанда денесінің бір бөлігі созылып, екінші бөлігі бүгілуімен сипатталады. Бұл рефлекс 6 ай ішінде жойылуы тиіс. Міне, жаңа туған сәбидің алғашқы айларында осындай бірнеше рефлекстер болады. Бұл рефлекстер өз уақытымен жойылуы керек. Егер балада бұл рефлекстер өскен кезде сақталып қалатын болса, оның дамуына әсер етеді және әртүрлі бұзылыстардың пайда болуына себеп болады. Мысалы, моро рефлексі сақталып қалатын болса, яғни жойылмаса, бала үнемі қорқынышпен жүруі мүмкін, немесе бір мазасыз болуы мүмкін, немесе ұйқысы бұзылған болуы мүмкін, және кей кездері өзін тербетіп отырып тыныштандыруға тырысатын болады. Екінші мысал асимметриялы мойын тоникалық рефлексі сақталып қалатын болса, немесе интеграцияланбаса, баланың қозғалыс үйлесімі бұзылуы мүмкін, яғни тепе-теңдікті сақтай алмауы мүмкін, немесе аяқ қолын бұрып ала беруі мүмкін, немесе сүрініп қала беруі мүмкін, және өскен кезде, мектепке барған кезде оқу жазуында қиындықтардың болуы мүмкін. Және үшінші мысал, ұстау рефлексы сақталып қалатын болса, баланың ұсақ моторикасы бұзылуы мүмкін. Яғни өскен кезде оның сурет салуы, жазу қиындауы мүмкін. Немесе мектепке дейінгі балаларда қасық ұстап тамақ жеуі, шанышқыны ұстауы қиындау болуы мүмкін. Сол себепті балаңызды педиатр немесе невропатолог мамандарына көрсетіп, уақытылы диагностикадан өтіп тұрыңыздар. Видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар.